Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздің тақырыбымыз present perfect. Жалпы present perfect дегеніміз бұл бізде нәтижесі бар осы шақ. Мен сіздерге осы уақытқа дейін present continuous'ты түсіндірдім. Present continuous деген дәл қазір болып жатыр. Present perfect деген ол қайталана береді, Past simple деген ол бізде өтіп кеткен іс әрекет. Ал present perfect дегеніміз вот нәтижесі бар осы шақ. Қараңыздаршы, бұл болып кетті негізі, present perfect болып кетті. Бірақ жаңа ғана болуы мүмкін, немесе біз уақытын айтпаймыз қашан болғанын. Сол кезде біз present perfect қолданамыз. То есть бұл болып кеткен іс әрекет тура past simple сияқты болып кеткен. Бірақ past simple'да мысалы сіз айтасыз, кеше, алдыңғы күні деп айтасыз, бұл жерде сіз кеше, алдыңғы күні деп айтпайсыз. Либо жаңа ғана, либо уже деп айтасыз, либо қашан болған уақытысын айтпайсыз. Сол кезде бұл бізде present perfect болып табылады. Сонда міне perfect деген сөз естіген шығарсыздар, керемет деген, то есть нәтижесі бар, уже жасалып қойған іс әрекет деген мағынаны білдіреді. То есть жаңа ғана болған іс әрекет көбінесе. Міне аудармасы жақын арада болған іс әрекет деп аудардым мен енді. Қараңыздар, бұның көмекші етістігі have және де has. Мен сіздерге айтқан болатынмын, әрбір тақырыпты өткен кезде әрбір шақтың өзінің көмекші етістіктері болады, Present simple'дікі мысалы do does, present continuous'дікі am is are, past simple'дікі did, ал present perfect'ің көмекші етістігі have және де has. Бұл жердегі have has менде бар, менде жоқ деген мағынаны білдірмейді. Бұл просто көмекші етістік. Просто көмектеседі сөйлемді құрау үшін. Мысалы айттым ғой мен сіздерге, сен келдің бе деген кезде бе деген сөздің аудармасы бар ма? Жоқ қой, просто бізге сұрақ қою үшін көмектеседі. Тура сол сияқты мына жердегі have has аудармасы жоқ, просто сөйлемді құрау үшін көмектеседі. Have hasға қараймыз да, бұл present perfect екен ғой деп сразу түсінеміз уже. Келесі signal words, сигнал білдіретін сөздері. Already, just, yet. Already деген сөз, уже деген сөз, just деген жаңа ғана деген сөз. Already мен just только болымды сөйлемде ғана қолданылады. Yet болымсыз және сұраулы сөйлемде қолданылады. Егер yet болымсыз сөйлемде тұрса, әлі деген мағына білдіреді. Мен әлі жасаған жоқпын, мен әлі біткен жоқ, мен әлі сөйткен жоқпын деп, Ал yet егер сұраулы сөйлемде тұратын болса, онда ол уже деген мағына білдіреді. Мен уже деген сөздің қазақшасын білмеймін, сондықтан уже қылып қалдырдым. Енді қараңыздар, already мен just етістіктің алдында тұрады, yet всегда сөйлемнің соңында тұрады. Қазір жерде мысал құраймыз, сол кезде сіздерге түсінікті болады. Кеттік, кез келген сөйлемде позитив, негатив question болады деп айтқан болатынмын. Егер позитив сөйлем болатын болса, мысал қараңыздар, I have, егер етістігіміз дұрыс етістік болса, онда біз етістікке ed жалғаймыз. Егер етістігіміз бұрыс болатын болса, онда етістіктің үшінші формасын қоямыз. Мен сіздерге айтқан болатын, етістіктің өзінің үш формасы бар, бұрыс етістіктердің бірінші, екінші, үшінші деп. Ол бізде таблица, оны просто жаттап алу керек. Егер сол таблицада болмаса етістік, значит ол бізде дұрыс етістік деген сөз. Дұрыс етістік болса, просто ed жалғай саласыздар. Егер болымсыз сөйлем болатын болса, I haven't, he hasn't, she hasn't, they болса, they, we болса, haven't болады да, тура солай. Егер дұрыс етістік болса, ed жалғаймыз, бұрыс етістік болса, үшінші формасын қоямыз. Question'да have пен has алдына шығады. Have I, дұрыс етістік болса, ed жалғаймыз, бұрыс етістік болса, үшінші формасын қоямыз. Помните, бізде past simple'да екінші формасын қоятын едік қой, и то позитивті ғана қоятын едік, негатив пен question'да қоймайтын едік. Ал present perfect'та позитивті да, негативті да, question'да да үшінші формасын қоямыз, либо етістікке ed жалғаймыз. Have not дегенді haven't деп қысқартуға болады. Міне irregular verbs деген үлкен кестесі бар, мен пока екеу ғана жаздым мына жерге. Come, came, come, келу деген сөз, have, had, иметь, бар болу деген сөз. Енді қараңыздар, мысалы, мен жаңа ғана келдім десеңіздер, I have just come деп айтасыздар. I have, just деген етістіктің алдында тұрады деп айттым, жаңа ғана деген сөз. Come, came, come. Мен үшінші формасын қойып тұрмын. I have just come деген мен жаңа ғана келдім деген сөз. I haven't come yet деген мен әлі келмедім. I haven't come yet. Сен уже келіп алдың ба? Have you come yet? Екеуінде де yet тұр, бірақ мына жерде әлі деген мағынаны білдіреді, мына жерде уже деген мағынаны білдіреді. Жаттап алыңыздар. Келесі, таңғы ас ішу дегеніміз негізі өзі сондай сөз бар, сөз тіркесі have breakfast деген сөз бар. Ол жерде бір have менде таңғы ас бар деген сөз емес, бірдеңе бар. Have breakfast деген сөз өзі сондай мағына. Таңғы асты ішу деген мағына білдіреді. Енді мен таңғы асымды уже ішіп алдым десек, I have already, уже деген сөз already had breakfast. Неге had? Потому что had, үшінші формасы had. I have already had breakfast. Мен уже тамағымды ішіп алдым. Мен әлі тамағымды ішкен жоқпын. I haven't had breakfast yet.
мен әлі ішкен жоқпын десеңіздер осылай айтасыздар. I haven't had breakfast yet деп айтасыздар. Енді мына жерде мен you'ды алмай she'ді ала салдым. Ол уже тамағын ішіп алды ма? Has she had breakfast yet? Ол уже тамағын ішіп алды ма? Мына жерде уже деп аударылып тұр, мына жерде әлі деп аударылып тұр. Байқаған шығарсыздар, иә? Енді сіздерге сұрақ. Ол жаңа ғана үй жинады деген ағылшын тілінде қалай болады? Үй жинау дегеніміз clean home, және де жинау деген сөз бізде дұрыс етістік. Жауабын комментарийге жазып кетіңіздер.